Sonra arka zatlarımızı da kalmıştayız. Ürgüç sayısalda kalmıştayız. Yaxşı. Bugün sabahımızı başlaması olun. Yani özümüzü arqaya sabahımızı sürdürüş için özümüzü başlayıp şartlarımızı koyabilir. Şu bərimiz durur. İki olayı başta maymun Şimdiki ortada çok böylesi şey var aslında. Kadar Hayır bazı unsur risk yasalarının satışlarını satın oluşturuyor. Narıqдағы сұраныспен, сұраныстайды, сұраныспен ұсыныстымызға түсізамыз. Біліп шығамыз, нені анықтаймыз, нені түсінеміз, және де неге қорытынды жасауымыз керек. Қайтамыз, ұялмаймыз. Нені білеміз? Біз мысалы зерттеп аламыз, қандай тауарға мысалы тауардан сол сұраныс болып жатады ғой нарықта. Сол тауарға біз жаңағы өзімізге алуымыз керек. Мысалы жеке кәсіпкер болсақ, өзімізге аламыз, сонда жаңағы тұтынушылардың сұранысына біз осы тауарды беру арқылы ұсыныс жасаймыз. Жақсы. Тағы да нені анықтаймыз? Нені анықтаймыз тағы да нарықта? Ұсыныс болғанмен сататын местностьтегі здание. Ол зданиеден жаңа қанша адам өтеді дегендей мысалы. Орналасқан жері сіз маркетингпен байланыстырып отырсыз, иә? Яғни жаңағы нарықтағы негізгі үш сұрақ бар ғой, естеріңізде бар болса, иә? Яғни ол жаңа сұраныс пен ұсыныс анықтау үшін қажет, ол да дұрыс айтасыз, ол да жаңағы бізге қажет. Жақсы, онда яғни біз бүгінгі сабағымызда келесіде ұғымдарды меңгеруіміз қажет. Яғни сұраныс пен ұсыныс заңын түсіндіру, күнделікті өмірде экономикалық мәселелерді шешуге қызығушылықты арттыруға ықпал ету, және де бүгінгі сабағымыздың міндеті экономикалық міндеттерді салыстыру, талдау, қорытынды жасау, шешу қабілеттерін қалыптастыру. Яғни бұл міндеттерді біз қазір сабақ процесінде өзіміз анықтаймыз. Жақсы, тепе-теңдік бағыт. Нарық механизмдерінің бірі осы сұраныс пен және ұсыныс болып саналады. Яғни сұраныс пен ұсыныс өзі неден туындайды? Бұл өте күрделі процесс. Яғни нарықтағы сұраныс пен ұсыныс бірінші тақырыпта қарастырғанда естеріңізде бар болса, экономикада негізі қарастыратын үш сұрақ бар деген болатынбыз. Не, қалай, кім үшін дегенбіз. Яғни осы сұраққа біз жауап іздеп отырып, нарыққа шығамыз дедік. Нарыққа шыққаннан кейін жаңағы сұраныс пен ұсыныстың туындауы осы үш сұраққа жауапты тапқаннан кейін қалыптасады. Яғни бұл жерде сұраныс дегеніміз не? Сұраныс дегеніміз белгілі бір уақытта, белгілі бір бағада, белгілі бір кезеңдегі сатып алушының сұранысын айтамыз. Яғни бұл жерде сатып алушы өзінің қолында қаражатқа жаңағы белгілі бір тауарды сатып алғысы келеді, немесе өнімді сатып алғысы келеді. Сондықтан жаңағы нарыққа
шыққан кезде ол қолындағы қаражатына ғана өзіне есептейді. Сондықтан сұраныс дегеніміз ол жаңағы сатып алушының сатып алу қабілетін айтуға болады. Енді осы сұраныстың заңын түсіну үшін қазір біз сіздермен сұраныстың графигін тұрғызып, содан сұраныстың қисығын қалыптастырамыз. Бірінші сұраныс дегенімізде жылдам анықтама жазып алайық. Жазылдық па балалар? Енді ұсынысқа келдік, ұсыныс дегенімізде. Ұсыныс бұл сұранысқа кері процесті айтамыз. Яғни сұраныста ол жерде сатып алушы өзінің төлем қабілетін айтамыз деді, ал ұсыныста ол кері процесс. Яғни белгілі бір уақытта, белгілі бір бағадағы сатушының ұсынысын айтамыз. Яғни бұл жерде ұсыныста сатушылар нарыққа көп мөлшерде жаңағы тауарды шығарып, жоғарғы бағада сатқысы келеді. Әрине жаңағы ол жоғарғы бағада сатып көп пайдаға келгісі келеді. Сондықтан жаңағы нарықтағы тиімді бағаны олар іздей отырып, сол уақытта жаңағы көп пайда алғысы келеді. Яғни ұсыныс сатушылардың нарыққа тауарларды белгілі уақыт аралығында сатылу үшін өзінің жаңағы ұсынысын айтамыз. Енді ұсыныс заңын тағы да біз ары қарай қарастыру үшін графикті қайтадан тұрғызамыз. Ұсыныс S әрпіне белгіленеді, supply жазып аламыз. Ұсыныс S әрпіне белгіленеді, supply деп аталады. Бағасы мен ұсыныс көлемі арасындағы тура байланысты айтамыз. Яғни бұл жерде сатушы тауардың бағасы жоғарылаған кезде одан көп мөлшерде сатқысы келеді. Өйткені жаңағы сатушы үшін өте жаңағы қолайлы баға болып саналады. Сондықтан жаңағы ұсыныс заңы бойынша тауардың бағасы көтерілген кезде ұсыныстың саны артады. Тауардың бағасы төмендеген кезде ұсыныстың саны төмендейді. Жаздық. Supply S әрпіне белгіленеді ұсыныс. Яғни оңға немесе солға жылжуына оңға немесе солға жылжуына әсер ететін бағадан тыс факторларды қосып қоймаймыз. Әсер ететін бағадан тыс факторлар. Әсер ететін бағадан тыс факторлар. Так, ол факторларды қазір сіздердің карточканы вақытта қалса бастаймыз. Ойланамыз. Қазір сұранысқа бағадан әсер ететін факторларды сіздер өздеріңіз анықтайсыздар. Міне, сұраныс пен ұсыныстың қиылысқан жерін біз тепе-тең баға деп атаймыз. Яғни нарықта бізде мына жерде P0 деп қояйық. P0 дегеніміз мына жерде Q0 деп қоямыз. Яғни бұны біз тепе-тең баға деп анықтаймыз. Бұл нарықта сатушы үшін де, сатып алушы үшін де өте қолайлы жағдай болып саналады. Енді так. Нарықта тепе-тең бағадан, егер де тепе-тең бағадан баға асып кетсе, нарықта профицит
пайда болады. Значит, жаңағы тауарлардың саны бағасы артып қалады, яғни баға көтеріліп кетсе, мына тепе-тең бағадан, значит, ол тауарлар өтпейді, ешкім алмайды оны. Ал егер тепе-тең бағадан төмен қарай түсіп қалса, онда нарықта дефицит пайда болады. Себебі төмен бағамен жаңағы бәрі алғысы келеді, сондықтан нарықта уже жетіспеушілік пайда болады. Сондықтан нарық үшін ең қолайлы біздегі кезең ол тепе-тең баға. Чуть по-нормально деп аталады. Яғни қызғалдақ. Біз бүгін үш сұрақты қарастыратын боламыз. Ол біріншісі қаржылық көпіршік дегеніміз не, және екіншісі ол типономания қысқаша тарихы, және үшіншісі ол типономанияның жалпы нарықта қандай жағдай болды. Біріншіден бұл қаржылық көпіршік дегеніміз кәдімгі қаржылық пирамидаға ұқсас, бірақ та қаржылық пирамида ол ұйымдастырушының басты зомдық ниетімен сипатталады, ал көпіршік бұл белгілі бір уақытта болатын және табиғи құбылысқа тән көпіршік болып саналған болатын. Бірақ қазіргі кезде 21-ші ғасырдың басында тарихшылар мен экономистердің олар ол пікірді жоққа шығарды, себебі ол кездегі типономания кезеңін қазалатан келуі ешқандай Нидерландының экономикасының баяулауына әкелген жоқ және ел дағдарысты көрген жоқ деп саналады. Және сол кездегі қызғалдақтың кәсіпшілігі ары қарай дамуын жалғастырып, және қазіргі кезде ол ұлттық экономиканың маңызды саласына болып саналады. Күлесіз ба, жылайсыз ба, бұл сабақтың нәтижесін эмоцияңызды білдірсеңіз. Келесі. Өздері әркімнің аты тұр ғой. Шынайы эмоцияны білдіреміз. Ойынның шарты бойынша сатып алушы, сіз алма сатып алушысыз, сізге 1 килограмм алма сатып алу керек. Мүмкіндігінше аз төлеуге тырысыңыз. Сіз сатушы килограммына 6 теңгеден артық төлеуіңіз керек, әйтпесе сатып алу сізге шығын әкеледі. Келесі сатушының карточкасы. Сіз алма сатасыз, сізге 1 килограмм алма сату керек, мүмкіндігінше сатуға тырысыңыз. Сіз килограммына 9 теңгеден төмен сатып алуыңыз керек, әйтпесе мәміле сізге шығын әкеледі. Егер тапсырма 2-3 сұрақ берілген, менеджер сканерге алыңызшы, потом сразу сканерді сақтап қойыңыз, телефонды сканерге алыңыз. Қараңыздар, бір аптаның ішінде сатып алуларыңызды талдаңыз, жеке сұранысыңызды бекіттіңіз, неліктен дәл осы сатып алулар жасалды, яғни бір аптаның ішінде келесі понедельник сабаққа дейін бізде уақыт бар ғой, сол уақыттың аралығында жаңағы осы өздеріңіздің сатып алуларыңызды талдайсыздар, келесі, екінші, ол жерде жаңағы кез келгенде өздеріңіздің әркімнің не сатып алғысы келеді, соған байланысты ғой енді жерде. Келесі жағдай, туыстарыңыздан 80-ші жылдардың басындағы өнеркәсіптік және азық-түлік тауарлардың кезектері туралы сұраңыз. Олардың тауар тапшылығымен қалай байланысты екенін түсіндіріңіз. Яғни, енді мамаларыңыз ол кезең көрген жоқ шығар, аталарыңыз, әжелеріңіз болса, жалпы осы 80-ші жылдардағы, яғни нарықтық экономика деген кезеңде біз өмір сүрген жоқпыз. Ол кезең экономикалық жүйе естеріңізде бар болса, жоспарлы экономика, яғни жоспарлы экономика кезеңде тауардың тапшылығы неге байланысты болды, және де азық-түліктерде неге кезек болды, не істерге ол туралы айтқан естеріңізде бар болса. Вот сол ситуацияны жағдаятты сіздер жазып келесіздер. Үшінші, ұсынысқа бағадан тыс әсер ететін факторларды қарастырамыз. Яғни жаңа біз сұранысқа әсер ететін факторларды қарастырдық қой. Үшінші сұрақта ұсынысының қисығының солға, оңға жылжуына әсер ететін факторлар бар. Ол да жаңа факторлар сұраныс факторларына ұқсас, яғни сол факторларды үйде